сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәтер оқытушысы Аяубек Нұрсәуле. Сіздермен бүгін зиянды бағдарламалар және оның жою әдістері туралы сабақ өтетін боламыз. Бірінші сабақты бастамас бұрын зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету деген не екеніне тоқталып өтейік. Зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету дегеніміз Malicious software сөздерін қысқартылған Malicious зиянды және software бағдарламалық қамтамасыз ету сөздерінен шыққан. Жеке компьютерлерге, серверлерге немесе компьютерлік желіге зиян келтіру үшін арнайы жасалған кез келген бағдарламалық қамтамасыз етуді белгілеу үшін пайдаланатын жалпыға бірдей қабылданған термин. Зиянды бағдарламалар бағдарламалық қамтамасыз етудің күрделі санатын білдіреді. Олар сізден рұқсат сұрамай орнатылады және компьютердің жұмысына әсер етеді. Тарату тәсілі бойынша келесі зиянды бағдарламалық қамтамасыз етулер ерекшеленеді. Олар эксплойттар, логикалық бомбалар, троян және тыңшы бағдарламалар, компьютерлік вирустар мен желілік зиянкестер. Зиянкестер бағдарламалардың ең кең тараған түрлері трояндар болып табылады. Және де зиянкестер мен вирустарда трояндық вирус сияқты компьютерлерге зиян келтіру барысында кеңінен таралған вирустар болып табылады. Троян вирусына тоқтала келетін болсақ, ол зиянкестер ақпаратты жинау арқылы және де оны бұзу немесе түрлендіру, компьютердің жұмыс қабілетін бұзу немесе оның ресурстарын жағымсыз мақсаттарда пайдалану үшін пайдаланылатын зиянды бағдарламалардың бірлері болып табылады. Зиянды бағдарламалар пайдаланушының компьютеріне қалай енеді деген сұрақ бәрімізді мазалайды. Олай болса, осы сұраққа жауап беріп көрейік. Яғни зиянды бағдарламалар компьютерге көбіне интернет арқылы немесе электрондық пошта бойынша енеді. Егер сіз URL адресте қате жіберсеңіз немесе кездейсоқ белгісіз сілтемені басып жіберсеңіз, агрессиялық мазмұндағы немесе зиянды бағдарламалары бар қауіпті сайттарға түсіп кетуіңіз мүмкін. Яғни сол кезде пайдаланушылар файлдарды бір компьютермен тікелей екіншіге жібере алатын P2P желілер, P2P деген желілер арқылы компьютерді зиянды және жарнамалық зақымдауға, бағдарламалық қамтамасыздандыруды зақымдауға елеулі қауіп төндіретін вирустар компьютерге автоматты түрде еніп кетеді екен. Зиянды бағдарламалар компьютердің жұмысына қалай әсер етеді деген сұраққа жауап беретін болсақ, жүйенің жұмыс қабілетін төмендетеді. Қалқып шығатын бос аралықтар немесе браузерде сұрау салулары жағымсыз сайттарға жіберу зиянды бағдарламалармен зақымданудың белгілері болып табылады. Зиянды бағдарламалар жүйені қалыпты қызмет етуіне әсер етеді. Бұл өткізу қабілетінің төмендеуіне әсер етіп соғуы мүмкін. Және де бұдан басқа компьютерді өшіру немесе қайта жүктеу мүмкін болмайды. Кей жағдайларда компьютер өте ақыры жұмыс істеп, айналып тұрып алуы мүмкін. Енді бұл зиянды бағдарламаларды компьютерімізден қалай тазартып тастаймыз, яғни бұларды қалай жойып жібереміз. Қазір осы сұраққа тоқталып өтсек. Яғни вирустарды жойып жіберу үшін барлық антивирустық бағдарламалар зиянды бағдарламалар жақсы анықтай және жоя алмайды. Өйткені зиянды бағдарламалар әдеттегі вирустарға қарағанда басқаша әрекет етеді. Сондықтан компьютер осы мәселені шешу үшін арнайы утилитаның болуы өте маңызды екен. Бұнда қосу зиянды бағдарламаны жою бірнеше қызметтік бағдарламаны пайдалануға болады.
Олардың әрқайсысы Windows амалдық жүйесінің қауіпсіздік жүйесіне керемет қосымша болып табылады деп айтылады. Microsoft зиянды бағдарламаларды жою құралдарын оларда бастап кетті. Яғни, егер Windows 10 сіздің компьютеріңізге орналған болса, онда жүйеде автоматты түрде жұмыс істейтін және қолмен іске қоюға болатын бағдарламаны қою құралы қажет етпейтін еді. Екінші, бұл қызметтік бағдарламаны мына жерден таба аласыз. Windows System OCMRTexe. Мен бұл құралдың зиянды бағдарламалармен адвері күресуге арналған үшінші тарап бағдарламалары сияқты тиімді еместігін бірден атап өтемін. Мысалы, бұл жерде төменде талқыланған Cleaner жақсы жұмыс істейді, бірақ та көптеген қателіктері бар. Зиянды бағдарламаларды іздеудің және жоюдың бүкіл процестері орыс тіліндегі қарапайым шеберде жүзеге асырылады. Онда келесі түймесін бассаңыз, сканерлауға көп уақыт кетеді. Сондықтан дайын болыңыз деп ескерткіміз келеді. Microsoft MRTexe зиянды бағдарламаны жою құралының артықшылығы жүйелік бағдарлама ретінде сіздің жүйеңіздегі кез келген нәрсе зақымдануы мүмкін. Бұл құралдар 8, 10, 7 Windows үшін бөлек сайттар болып келеді. Келесі вирустарды өшіретін жүйелердің бірі Advocator. Зиянды бағдарламаны тез табыңыз және оны жойыңыз. Cleaner сізге осы мәселені оңай шешуге мүмкіндік береді. Егер сіз кішігірім қызметтік бағдарлама қажет болса, біраз зиянды бағдарламаны оңай тауып жоя алатын бағдарлама болса, Advocleaner бағдарламасын тексеріп қойсаңыз болады. Бұл өте ыңғайлы бағдарлама. Ол өзгеретін зиянды бағдарламаларды жылдам іздеуге және жоюға арналған программалардың бірі болып табылады. Сонымен қатар құрал бізге жарнамалық бағдарламалардан және ықтимал қажет емес қосымшалардан оңай арылуға агентствоның адамдары көмектеседі екен. Бағдарламаның кемшілігі мынада. Ол Cleanerде автоматты қорғау модулі жоқ. Және сізді бұл өте тиімді құрал және интернеттегі белсенді қолданатын әр қолданушының арсеналында болуы керек. Назарларыңызға рахмет.